Ал енді Самсу, сенің тәжитін уақытында келіп қалыпты. Менің күшімді әлі білмейсің. Не? Ол қайда кетіп қалды? Қайда кетсең де, бұл аяқсыз қалмайды. Bir gün ayaklarımız Samsu. Құтылып кеткенім жақсы болды. Әйтпесе қызыл кристалыма бір нәрсе болған секілді. Ондай болатын болса, ол жаудың берген соққысына шыдайтын еді ғой. Бірақ бұл кристалды тек жалғыз адам ғана жөндей алады. Ол атамның досы. Бірақ оның үйіне дейін жол ұзақ. Ақшам да таусылды. Бір ой келді. Сәлеметсіз бе? Сіздерде тегін билет жоқ па? Сен қуасың ба? Бізді ойнап отыр дейсің бе? Жақсы. Тегін билет болса, Ол жоспар іске аспады. сосын барып бізге толтырып ақша жинап, сосын барып. Сәлеметсіз бе? Аты жөнім Кираса Кунай. Не? Маған Токиоға дейін баратын билет бересіз бе? Міне ақысы. Балақай, осы көшеде тұрған соң, осы көшенің заңына бағынуға жетсің. Сол кезде маған неге солай жасадың? Сенің есің дұрыс па? Мен сені танымаймын. Қане күзетші, мұны ақымақты алып кетіңіздерші. Жүріңіз. Ал міне, заңды бұзған соң баратын жеріне келдің. Кешір, бірақ бұл екінші қылмысын. Өйткенде көше тәртібін бұзып қашып кеттің. Енді қаша алмайсың. Ал сәттілік саған түрмеде. Кешіріңіз ата. Мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Бірақ мен өз мақсаттарыма осылай түрмеде отырсын деп тәрбиелемедіңіз. Бірақ мен осы мақсатыма жетейін десем, қаншама қиындықтар келе береді. Мына кристалыма да бір нәрсе болды. Енді не істесем болады? Ұстаз. Не? Кілт? Ұстаз, сізге рахмет.